Белгілі әнші Қайрат Нұртастың отбасы тағы да ел назарында. Жуырда ол 10 жасар Ұлықханға қымбат көлік сыйлап көпшілікті таңғалдырған еді. Ал араға көп уақыт салмай, 16 жастағы қызы әлеуметтік желіде жаңа жазба жариялады. Суретте бойжеткен қолында кілт ұстап, Hyundai Palisade көлігінің жанында тұрған. Қазақстанда бұл үлгінің базалық құны 33,8 миллион теңге. Қызы ешқандай түсініктеме жазбағанымен, отбасындағы қуанышты жағдайды көпшілік бірден байқады. Желі қолданушылары қуанышпен құттықтап қана қоймай, қалжың аралас пікірлерін де қалдырды. Қызы інісінің көлігін тартып алған сияқты ғой деп әзілдегендер болды. Ал осы кезде танымал продюсер Қайраттың анасы Гүлзира Айдарбекова әлеуметтік желіде ұлының шығармашылығы мен табысының құпиясы жайлы ойымен бөлісті. Ол Қайраттың кішкентайынан еңбекқор болып өскенін, ешқашан атаққа мастанбағанын атап өтті. Әрдайым ізденіс үстінде жүріп, тек өзін ғана емес, ата-анасы мен бауырларын да уайымдайтыны, оның әлі күнге дейін өз брендін дамытып келе жатқанының сыры дейді. Ер жігітке ата-ана да, бауыр да, өз отбасы да сынақ. Қаншама ақшаны да, абыройды да үйіп-төгіп береді. Сенің ниетің қалай, асынып тасынасың ба, әлде кеуде көтересің бе, бәрі пейіліңе байланысты. Сынаққа сынып кетпесең, Құдайдың бергені берген деді продюсер. Сонымен қатар ол ата-ананың ақ батасын алып жүрген азаматтардың жолы ашық болатынын еске салды. Болдым, толдым деп есегі судан өткен соң әкесін сабап өлтіргендер болды. Сондай ұрпақтан сақтасын деп қынжылды. Айдарбекова сөзін түйіндеп, ең бастысы ауызбіршілік пен ата-анаға құрмет екенін баса айтты. Ең бастысы төрт көзіміз түгел болсын. Қалғанның бәрін реттеймін деген адамға кеш емес. Саналы ұрпағымыз болсын, деді ол.